Сәлем қыздар, бүгін сіздерге 30 минуттың ішінде дайын болатын пияз нан, яғни пәтір нанды жасап көрсетемін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің нанымыз қып-қызыл, жұп-жұмсақ, қатпарлы, жұмсақтығына қарамастан қытырлап тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар қарапайым заттардан дайындалады. Бізге қажет заттың барлығын әдеттегідей описанияда қалдырамын. Ең алдымен нанымызды жасау үшін қамырын илеп алуымыз керек. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Енді електен өткізілген ұнға азғантай ашытқы қосамыз, яғни дрожж саласыздар. Содан соң бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап ерігенше араластырып алыңыздар. Содан кейін ұнға суымызды қоса отыра жұмсақ қамыр илейміз. Бірақ біздің қамырымыз қолға жабыспауы қажет, және де қамырды ашытып отырудың керегі болмайды. Мінекей бізде 3 үлкен емес, кішкентай емес суалақ қамыр шықты. Осыны салафанға салып 15 минут демалдырамыз. Осы аралықта салмасын дайындауымыз қажет. Ол үшін бізге пияз керек болады. Пиязымызды видеода көрсетілгендей турап алыңыздар. Және де қолыңызбен езіп-езіп дайындап қойыңыздар. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырын жаюымыз қажет. Қамырды барынша жұқа қылып жаясыздар. Өйткені сіздің қамырыңыз қаншалықты жұқа болады, қатпарлығы соншалықты көп болады. Ертілген сары май керек болады. Сары майды алдын ала ертіп дайындап қойыңыздар. Мінекей қамырымызды жайып бастадық. Жұқа қылып жайып алғаннан кейін қамырды қақ ортасынан екіге бөлесіздер. Өйткені неге екіге бөлеміз? Ол біздің рулетті орауымызға да, нанды жасауымызға да өте ыңғайлы болады. Видеода барлығы анық көрсетілген. Осылай жасасаңыздар, сіздің пиязыңыз қамырды тесіп шықпайтын болады. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Мінекей бірінші бөлігі мынау қамырымыздың. Осылай сары майымызды жағып, пиязымызды салып, рулет қылып орап шығасыздар. Екінші қамырда анық көрсетілген. Екінші бөлігінде мінекей сары майымызды жағамыз, пиязымызды саламыз, оны да орап шығасыздар. Содан кейін формаға қоятын боламыз. Форманы майлаңыздар. Осы кезде пешті де қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей ап-анық көрсетілген, барлығын видеодағыдай жасаңыздар. Міне орайсыздар. Мінекей бір зуаладан 2 осындай рулет шығады. Осыны формаға орналастырамыз. Мынау бірінші рулетіміз. Міне екіншісі. Енді осыны қолымызбен басып жібересіздер. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығыңыздар. Ол бізге қызарып пісу үшін қажет. Қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, міндетті түрде тіркеле кетіңіздер, және де комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.